Сәлем достар, Lenovo G50 моделінде ноутбукта BIOS-қа қалай кіреміз, сол туралы қазір көрсететін болам. Ең бастысы астына тұрған подписаться батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Go! Так, в общем, осындай Lenovo-ның, міне қазір көрсетем, алдында осы туралға полный установка де жасап көрсетем. Отдельно жалпы Lenovo осы. Lenovo компаниясы сіздерде болуы мүмкін осындай ноутбук. Соның G50 моделіне қалай BIOS-қа кіреміз. Бұның екі жолы бар BIOS-қа кіретін, қазір көрсететін болам. Сіздерде алғашқы компьютер алған кезде немесе переустановка жасайтын кезде осы G50-қа қалай кіреміз. Ол үшін компьютерді өшірем, қайтадан қосам. Қазір қосатын болам. Так, басып тұрып қосайық бірінші. Қосқан кезде қазір мына компьютерде осылай шығады, ешнәрсе кірмейді ары қарай. Бірінші біз BIOS-қа кіріп, флешкаге немесе дисководпен первичный нені шақыруымыз керек. Сол үшін жалпы BIOS-қа кіру керек міндетті түрде. BIOS-ты может быть настройкалар құрған шығар. Бізге компьютер қосылмайды деп осылай ноутбук келді. Сіздерге жалпы қалай BIOS-қа кіру керек екенін көрсетіп жіберейін. Ол үшін бұл жерде негізгі BIOS-қа кіретін комбинациялар, негізі основной көп ноутбуктарда ол F2 батырмасы, F2 батырмасын басасыздар. Одан кейін основной кіретін F10 мен кіреді, көп ноутбуктарда F12 мен кіреді. Кездеседі, сосын Delete кнопкасын басып тұрасыздар. Бірақ бұл жерде ешқайсысы жұмыс жасамайды бұл ноутбукта. Ал бұған кіру үшін FN деген кнопканы басып тұрып, F2-ні басасыздар. Қазір давайте Alt, Ctrl, Delete пен перезагрузка жіберейік. FN-ді басып тұрып, F2-ні басып тұрам. Қазір BIOS-қа кірема көрейік. Міне кірді, көрдіңіздер. Ұмытқамаңыздар, FN кнопка плюс F2 одновременно екеуін басып тұрасыздар. Енді екінші жолы бар. Қазір көрсетем. Мына жерде қарасаңыздар, мынау питанияға қосатын жерде қасында, бұл ноутбуктың қасында мынандай блокқа неғылатын, қазір көрсетем, мына жерде көріне ме екен? Мынандай кнопка тұр, байқасаңыздар. Мына жерде басатын, көрсетейін, мына жерде міне көрініп тұрған шығар. Мына жерде мына кнопканы басасыздар. Қазір мен бір кішкентай карандаш алам. Сол кнопканы басып тұрған кезде менде BIOS-қа загрузка жүреді. Міне көрініп тұр, мына осы жердегі кнопканы басатын боласыздар. Қазір давайте мен перезагрузка берейін. Alt, Ctrl, Delete. И сол жердегі кнопканы басып тұрам мен қазір. Мына жердегі карандашпен көрсетейін, басып тұрам қазір. Немесе қолмен ыңғайлы болса басып тұрсаңыздар болады. Так, қайтадан Alt, Ctrl қазір мен қойып алайын ыңғайлап сіздерге. Маусқа қойып алайын. Alt, Ctrl, Delete басамыз. Alt, Ctrl, Delete кнопкасын. И мына кнопканы басып тұрам. Міне, көрдіңіздер, шықты. Басып тұрып жібереміз. Өзі загрузка деген біз осылай шығарады. Бізге қандай boot меню керек па? Егер кейін флешкаға жазып алғаннан кейін осыған кіреміз, бізге енді BIOS сетаптың өзіне, BIOS-тың өзіне кіреміз. Міне, екінші жолы. Бірінші жылы кнопка арқылы кіреміз, екінші жылы FN плюс F2. Клавишадағы кнопканы одновременно бір мезетте басатын болсақ, осылай BIOS-қа кіреміз. Ары қарай енді установка жасай бересіздер. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.